сіздердің ойларыңызды білгім келіп тұр. Сұрақ мынандай. Менде білесіздер машиналар бар. Hyundai Sonata, Kia Ceed Universal, яғни SV. Біреуі 23, біреуі 24 жыл. Одан кейін таныстар алып жатыр Kia Cerato. Мен бір Қытайда құрастырылған Hyundai Elantra машинасын алып көрсем ба, или керегі жоқ па? Минустар жетіп жатыр. Соны бәлкім сіздердің араларыңызда бір жылдан бері мініп жүрім, или жақында ғана алдым, или мені бір жыл болды мынандай минустар шығып жатыр, ала салып мынандай минустар шығып жатыр. Сол сияқты колодка кетіп қалды, заслонганы тазалау керек, мынаны түсінбей жатырмыз, мынаны бәлкім ешкім таба алмай жүр деген, бәлкім сондай адамдар бар шығар, мен білмеймін. Осы жерде Қытайдағы жиналған Hyundai Elantra бар екен. Екі машина көруге келдік. Қараңыздар. Берген машина ғой мынау. Новый машина кәдімгі. Пакетте барлығы. Мынау менің машинам. Мынаны көріп жатырмыз. Китайский. Қытайлық сбор дейм ба, не дейді. Бірақ доңғалақтар нексін. Қандай нексін екен. Доңғалақтың размері 17, низкопрофильный 45, 225 екен. Осылай. Мұқын көріп жатырмыз. Енді қазір барлығы новый. Салоннан алған сияқты ғой. Ішінде поликтары жоқ. Көрінбей жатыр ма неме? Поликтары жоқ. Кеткен жоқ бар. Достар, мен өткен видеода Қытайдық автокөлік қалай болады екен деп бір ойым кетіп жүреді. Соны сұрадым сіздерден. Рахмет барлықтарыңызға. Әлі адамдар жазып жатыр. Себебі менде өткен видеода адамдардың мінезін білу, мініп көргендер, кім не ойлайды, бәлкім жаман, бәлкім жақсы деген сияқты. Енді сіздерге айтайын, мынау комментарияда бір ғана адамды көрдім, бір ғана адам. Алып көрдім, енді Қытайдың машинасына жақындамайым деген сөз жазған екен. Бірақ айтпапты себебін. Elantra'da деген емес, басқа машинада деген емес, Қытайдың машинасын алдым. Бірақ қалған бір 80-85% комментария анау алды, мынау алды, осындай Elantra'da жүр, мынандай басып жүр, 45 мың, 35 мың, 30 мың, 6 мың, 7 мың деген адамдар бар. Солардың барлығы машинаны әлі жаман жерін көрген жоқпыз деп тұр. Минусын әлі таппадық дейді. Енді білмеймін, ертең расходниктар келген кезде запчастар қалай болады, қанша болады, ол әлі кішкене анық емес. Бірақ біз мына машинаны көріп жатырмыз. Егер бізге қазір колесада отырмыз, одобрение беретін болса, осыны алып видео түсірем. Қалай, қандай, бола ма, болмай ма, ақшасы қанша, кредитпен қанша шығады деген жерлерін бір көреміз. 8 жоқ, қазір 8-де 2 мен 9,5-ның арасында Elantra'лар, солай екен. И комплектациясына қарайды екен. Мен кішкене былай төмендеу комплектациясын қарап жатырмын. 2 комплектация, бір төмен, біреуі жоғары. Төменнің өзінде курстар, люк, сондайлары бар, круз контрол, камера, артқы парктроник деген сияқтылары бар. Ол нашарның өзінде. Енді көреміз. Қазір бізге одобрение беретін болса, видеоны жалғасын барлығын салатын боламын. Қанша шығып жатыр, қалай болып жатыр деген барлығын. Достар, бізге одобрение келді. Енді машинаның суммасын айтамын. 8.350.000 теңгеге келістік машинаны. Енді бұл жерде сауда жасайтын жігіттер 8-де 1 деп жазып қойған екен колесоға. Звондасам, жоқ, мен сумманы өзгертіп үлгермей қалдым. Доллар қымбаттап кетті.
Endi ol бағаға бермеймін. Қараша 8-де 2 деді. 8-де 2-ге барсам, колесамен алам десем 8-де 280 дейді. 80 мың теңге не үшін десем Каспийден шығарып алам дейді. Сондай әңгімесі көбейіп кетті, сосын ұнаған жоқ, кетіп қалдым. Сосын осы машинаны келістік 8 миллион 350-ге. Енді қараңыздар. 8 миллион 350 мың теңгелік машина. Бұнда пуш-стар бар, артқы видео бар, парктроник бар, диско мынандай. Сосын тағы нелер бар. Біраз заттар бар ғой. Ашып жібересің ба, брат? Ашып жібересің ба? Полное видео 9,5. Ар жаққа кіргізу керек. Қазір бір видео қалып. Осылай. Пуш-стар, кондер. Автофолды бар, ручка бар. Осылай достар. Кәдімгі жаңа машина кожаның иісі бұрқырап шығып тұр. Бірақ полигі жоқ екен, полиг заказ беру керек енді. Енді қараңыздар, ең маңызды жері. Бірінші болып Каспийге келесіздер. Бірінші приложениядан сізге кредит береді деген одобрение деймі. Біріншісінде одобрение аласыз. Одан кейін келесі осы жерге. Бұл жерден де аласыз. Одобрение берсе, содан кейін машинаны тексеруге кіргізеді. Машина сондай бағаға стоит па, стоит емес па, вин-код, анау-мынау барлығын тексереді. Содан кейін, осы машинаны осындай бағаға бағалаймыз, немесе бағаламаймыз. 7-де 5-ге бағаласақ, үстіндегі ақшаны бұл клиентпен өзіміз келісуіміз керек. Мен саған 850 мың теңгені берейін, немесе 8-ге бағалайтын болса 350 мың теңге саған берейін, қалған кредит жасады. Егер мен ойлаймын, қазір 2024 жылғы пробегті 300 ба, сондай ғана соны одобрение бағалайды деп ойлаймын 8350-ге. Одан кейін первоначальный бересіздер 20% қазір. 20% миллион 670 мың теңге. Одан кейін 60 айға 217 мың теңгеден 217 мың 100. Сонда барлығын қосып есептегенде машина 8-де 4 миллиондық машина 15 миллион 400-ге ма сондайға шығады. 14 миллион 600-ге шығады. Өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. Қазір тағы процесстер түсіремін, егер мені кіргізетін болса. Солай. Осы машинаны айына 217 мыңнан алып жатырмыз. Енді примерно білесіздер ғой, мынау колеса кірсеңіздер, осындай машинаны осындай айына төлейсіздер, мынандай первоначально бересіздер. Сондай ештеңе жасырмаймыз, барлығы қалай солай көрсетіп жатырмын. Ал мен бұны алып жатқан себебім біреуін көрейін болса, басқаларда бәлкім туысқандарым алып жатқан кезде ала бер, или достарым, или таныстарым, или осы видеоны көріп отқандар алсаң болады, немесе болмайды деп айту үшін. Әрі өзіме қалай айтсам болады, сабақта болады, үйренемін де қандай машина екенін, сосын басқаларға да айтып жүретін боламын. Қазір енді ішке кіреміз, одобрение берді, енді машинаны тексереді, соны күтеміз. Оған дейін шай-пай ішіп, барлығын ретке келтіреміз. Одан кейін құдай қаласа бүгін оформление жасаймыз, страховка, полик, ұшады құдай қаласа. Unpacking басталды. Оформление жасап біткен жоқпыз, бірақ алып тастанам. Қайсың? Анда? Кейін аламыз. Болды. Әдемі болды. Айтпақшы полигіміз жоқ. Пакетте жұмыс жаман.
Мінекей жаңа номерді алып алдық, құдай қаласа. Машина дайын. Қазір барып, колесаға барып жұмысты бітіреміз. Сонымен бітті, құдай қаласа. Машина алдық. Енді колесаға барамыз. Колесада қалған жұмысты бітіреміз. Сағат 1-де бастағанбыз. Қазір сағат, мен айтам, сағат 3:30 болды. 3 сағат ішінде бір болса 4-ке дейін қазір бітіреміз, құдай қаласа. Осылай 4 сағат уақытты машина алуға болады. Ол үшін первоначально болу керек. Машина табуларыңыз керек. Солай. Тағы бір екі нелерімді алып тастайық. Машина новыйсын көрсетейін, мінекей. Пакеттердің барлығын аламыз. Айтпақшы, бұнда мынандай люкі бар, ішіне кіріп кететін. Панорама емес. Мынау алынбай жатыр бар ғой. Мынаны алайық. Сыртындағыларды ала алмадым бар, қиын екен. Мынаны алып тастайықшы хотя бы. No. Мінекей. 394 километр. Барлығы бар. Мынау бар, қалайды. Круиз контроль бар. Тағы не бар, автохолд бар. Ручник осындай. Электронный дейма, не дейді. Подогрев жоқ, кондер бар, пуштар. Болды. Осылай достар, осылай жасап біз Hyundai Elantra машинасын алдық. Китайский. Енді айтып өтейін, мен өзім сезіп жатқан өзгерістерді, яғни өзгеріс емес, не айырмашылығы бар деген кезде, бұл жерде өздеріңіз білесіздер, вариатор, бірақ барлығы білетін зат емес, өзім түсінген заттарымды айтайын. Қазір көрсетемін. Біріншіден мыналар бәрібір Китайдың несі екені білініп тұрған сияқты. Мынаны қараңыздар. Кішкене қимылдап тұрады да. Қалай көрсетсем болады екен. Қимылдап жатыр. Мынау да. Кондер жақсы ұрып тұр. Одан кейін мын жер. Мынаны айтайықшы, мынау табло. Бұрын компьютерде не ойнайтын едік қой? Гонка дей ма? Сондай мотоциклде ма, или гонкадағы машиналардың несі ма, сондайға ұқсайды. Өзіміздің мынау сияқты обычный былай не емес та, стрелкашы. Ондай электронный мотоциклдерге ұқсап кете ма, бірдеңесі бар. Мына жақтар барлығы обычный. Солай. Енді айтайын дегенім, очки қоятын жері жоқ. Мынау качествосына келетін болсақ, мынау качество бұрынғы қазіргі шыққан Elantrалармен қарағанда мынау кішкене разница бар сияқты. Айтайын, мынау арзан не ма, материал ма, сондай сезім болып тұр менде, білмеймін ма так қалай екен. Сондай разницасы бар. Ал қалған жерлерінде пока жоқ, енді біздің нелерді білмеймін, мынау сіздерге көніп тұрған жоқ па? Қимылдап жатыр барлық жер. Көрдіңіздер ма? Мына жақ. Енді өзіміздік. Барлық істеп тұр. Сосын мыналар жылтырағанмен кәдімгі пластмасс сияқты, арасында темір қосылмаған пластмасс бар ғой, сондай сияқты. Или
жұқа ма білмеймін. Сондай бір деңесі бар. Ал енді сіздерге капотын көрсетейін. Мінекей енді мотор бұл. Мен бұл жерде байқағаным 2 форсунка екен. Бізде бір форсунка ғана ғой. Бұл жерге 2 форсунка келген, қараңыздар. Ал тағы бір байқағаным, оны кім байқаған жоқ. Мынау натяжитель генераторға қатқан. Ойлаңыздар, натяжительді генераторға қатырып қойған. Көрдіңіздер ма? Бірінші рет көріп тұрмын оны. Ондайды бұрын көрмеген. Ал қалғандары обычный сияқты. Көреміз енді. Практикада көреміз. Қалай болады, не болады, арзан машина мен қымбат машинаның айырмашылығы деген сияқты. Фарлар обычный фар. Поворотник мына жақта, мынау күндізгі жарық, ал мынау ближний, мынау дальний. Солай. Айтпақшы, мынау диска 17, өзінің оригинал дискасы. Nexen фирмасы мынау білмеймін. Осыны сатам. Кішкене диска қоям мен, құдай қаласа. Диска қарап жүр. Мінекей Nexen баллондарымен бірге көреміз. Қазір Каспиға қарап көрем. Nexen баллоны қанша тұратын. И бұл жерде плюс диска. Арт жағында қазір көрсетем. Мынау арт жағы осындай Қытай жазуы бар. Мынау жанбайды. Осы жерге дейін ғана жанады. Элантра деген мына жерде ашылмайды екен. Камерасы бар. Парктрониктары бар. Осылай. Бұл жерде мен байқағаным, қандай комплектация болмасын, мынау жоқ екен. Мынау кожа. Мынау кожаның да қалай айтсам болады, качествосы біздікілерді сияқты емес. Мынау жұмсақтау кожа ма, түсіндіре алмай тұрмын. Өздеріңіз бұлай ұстап көрсеңіздер, екеуін түсінесіздер. Мына жақта обычный Type-C, мынау ауа үрлегіштер, кондиционер қосып қойғам, қазір шығып жатыр. Осылай. Мынау жұмсақ, жер қатты барлық жер. Осылай. Свет қосылатын жер. Басқа өзгеріс жоқ. Кәдімгі Элантра. Кейін тағы бір айтатыным, мына жерде 24 жылғылар сияқты жанып тұрады дегенде, камера нашар екен. Камера. Біздің Саната, Ситтерге қарағанда нашарлау екен. Ондай тап-таза көрсетпейді. Парктроник мінеге істеп тұр. Мінеге таксиге шығып кеткенсің ғой сразу. Бұл жерде бізде Тарлан Парк Pro балансты сразу шешіп аласыздар. 3000-нан жоғары, без комиссия, без проблем, 24/7. Осылай достар, жұмысымызды бітірдік. Енді 1-2 заказ істейміз да үйге кетеміз. Оформленияны бітіріп алдық. 4 сағат, 3,5 сағат, 4 сағат уақыт кетті. Жақсы. Уақытымызды сағат 1-де бардық та 4,5-да барлығын бітіріп алдық. Енді 1-2 заказ, одан кейін домой, шаршадық. Тарлан паркқа тіркеліңіздер, номерін қалдырам, барлық акцияларын барлығын біліп аласыздар. Ең маған өзіме ұнайтын жері, ақшаны без комиссия 24/7 ақша шешіп ала бересіздер. Ал жақсы достар, айтпақшы, мен мынау Элантра жөнінде айтып жатқаным, менің жамандап жатқаным емес, өзінің минустары бар. Соларды алғаннан кейін көрдім, качестволар кішкене нашарлау. Енді айдап көріп жүріп білеміз қандай екен. Сосын жаймен болып жатса барлығын көрсетіп отырам. Мына жері мынандай екен, мынандай болып жатыр, немесе осындай жағдайда мынандай істеңіздер деген сияқты. Ал достар, қош болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі видеоға дейін кездескенше Астананың көшесінде немесе Эстода. Айтпақшы, Эстода
не болды, Esto істемей қойдың ба деп жатыр екен. Жоқ, мен әлі істеп жүрмін сол Esto'да. Май ауыстырып жүрмін, Құдай қаласа. Уже өзім ауыстыра бастадым біраз машинаның. Көрмеген машиналарым келсе сұрайым. Амалы барынша өзім астына қарайым. Таппай жатып бірдеңелер болып жатса, сұрап жатырмын. А так өзім ауыстырып жатырмын. Солай достар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін кездескенше.